кеш жарық, давайте құрметті партнерлар, құрметті спонсор, кеш жарық. Мына Zoom-да осы электронды түрде бір-бірімізбен кездесіп отырғанымызға өте қуаныштымын. Маған тағы да мынау жаңадан келген адамдармен жұмысты қалай істейміз деген теманы екінші рет беріп отыр. Өткенде мына телефонның внутренний ахуаларына байланысты кеш басталды. Ал не айтамыз, енді шындап келген кезде мынау біздің компанияда жаңа адамдармен қалай жұмыс істейміз деген, ол бір былайша қарағанда қиын, бірақ маған қатты ұнайтын теманың біреуі. Шымкентшелеп айтқанда жынды тема. Жынды тема. Соған қарамастан бұл тема маған қатты ұнайды. Қалайша, міне енді барлығымыз осы системада жұмыс істеп отырмыз. Бірінші менің енді бұны бұл жерге бір қаттиян бір жерге жазып қойған жағдайы жоқ. Бұның бәрі күнделікті жұмыс бабында өзіміздің факттен шыққан жағдайда сондай жиналып жатқан жинақ нәтижелер. Ал енді айтатын болсақ, қазір біздер енді өте электронный век. Алдын енді туған туыстармен, класстастармен, курстастармен, құда-құдағи, құдашалармен жұмыс істеп келгенбіз. Қазір енді тағы да оған қосылған электронный жүйе деген бар. Инстаграма дейміз, БК дейміз, Фейсбук дейміз, сол сияқты электронды түрде бірнеше жағдайлар бар. Енді менің опытыма өткенде де айттым, оказывается, мынау туыстарымыз, таныстарымыз, жанымызда жүрген класстастарымыз керек болатын болса, олар тіркелмейді екен. Олар бізді зерттеушілер екен. Біз енді неден бастадық, баяғыда сондай еді, неужели соған кіріп кетіпті, бола ма, ана бірдеңені айтып жүр ғой деген сондай сырттан ұзын құлақтардан естіп жаттық, бірақ оған мән берудің керегі жоқ. Мен көбінше айтам, енді мына өзім органнан шыққаннан кейін, біздер студент кезімізде бізге үш нәрсені қатты мына миымызға ұқтырған, сол системамен тағы да өзімді осы күнге дейін соны өзіме сіңдіріп, соның үстінде ізденіп келем, соның үстінде жұмыс істеп келем. Ол жерде үш нәрсе бар. Самопознание дейміз. Өзімізді өзіміз тану. Мен кіммін? Мен мына өмірде, айналамдағы, осы айналамда қоршаулың алдында мен кіммін? Өзімді таныта білуім керек. Екіншіден, өзімізді бағалауымыз керек. Айтамыз ғой, қанша жоғары жүрсек, ұқыпты болсақ, мына көрінімізді дұрыстасақ, сөзімізді реттесек деген сияқты өзімізді бағамызды жоғары қоюымыз керек. Одан кейін самокритика деген бар. Біз өзімізді, кемшілігімізді тана алуымыз керек. Өзімізді критиковать етуіміз керек. Керек болатын болса, сырттан если бізді біреу критиковать етсе де, оған біз ренжімеуіміз керек. Неге? Значит, бұл өмірде біздің орнымыз бар екен. Не дай бог ешкім басына салмасын, ана жерде бір алкаш құлап жатса, бір сөзбен айтамыз. Оғы сорлы мына құлап жатыр алкаш. Сонымен сөз тоқтады. Енді сыртымыздан біреу талқылап жатса, біреу сөйлеп жатса, ол значит біз өмірде қандайда орнымыз бар екен, сол үшін біз сонда талқылауға түсеміз деген сияқты. Бірақ соған қарамастан всегда біз өзіміздің үстімізде ізденуіміз керек. Өзімізді өзіміз реттеп отыруымыз керек. Ал енді мына адамдарды шақырған кезінде, әрине мен енді көбірек мынау таныстарға қарағанда, мынау ішкі спискаға қарағанда деген сияқты мен мынау холодный контакттың көбірек жұмыс істеймін. Мен өткенде де айтқанмын. Менің бірінші основателім осы Forever'де Шымкентте, осы Инстаграманы жүргізген менің келінім Камшат. Қазір осы супервайзер статусында Астанада жұмыс істейді. Соменен біздер кеттік. Ал енді қазір енді басының барлығы, даже мен қуанатыным, үлкен жастағылардың өзі қазір Инстаграмадан шығып отыр. Мен тәнді болғаным ше. Неше жастасыз десе, маңдай жастамын деп мен қуанып отырмын. Электронный. Енді электронныйдың тағы да бір жағы бар. Біз мынаған бейімделіп кететін болсақ, білім аламыз десек, электронный түрде де білімнің шегі жоқ. Енді тентек боламыз десек, әртүрлі информацияға да түсіп қалуымыз мүмкін. Сол үшін электронныйда өте ұқыпты, жинақы, өзіміздің біліміміз бар екенін көрсетуге тырысуымыз керек. Бірақ олар информациямен шыққан кезінде біз оларменен, мен, например, шықса, тыңдап тұрмын, деймін, не сұрағыңыз бар еді. Сонымен олар өздерін сұрады, осындай, алайда жұмыс істейсіз ғой, істеймін, неше жылдан бері істейсің, биыл 6-шы жыл деген сияқты. Не жағдай? Менде осындай жағдай, барлық оның жағдайын тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз. Одан кейін өзіміздің, сіздің, например, асқазанда, менің асқазанда язва дейтін болатын болса, қысқа нұсқа,
езілместен, ол адамға надоел болмастан қысқа айтып өтеміз. Енді ол осы Шымкенттің өңірінде болатын болса, мен айтам, келуіңізге болады. Қанша айтқанмен бетпе-бет деген сияқты, тет-на-тет деген сияқты пікір алысып, жаңа өзіңіз қолыңызбен ұстап, көзіңізбен көргенге жетпейді деп шақырам. Енді сырттан болатын болса, мынау Арыс, Шардара или басқа қаладан болатын болса, егер маған сенсеңіз, Инстаграмма емес, қазір Инстаграммада маған WhatsAppқа шықсаңыз, более подробно сөйлесеміз деп, мен оны кісіні WhatsAppқа тартам. WhatsAppқа тартқан екен, жаңа назначениені қағаздық түрде жазамын. Енді оны, в принципе, Инстаграммада жазса да болады, бірақ более удобно WhatsApp. Жазамын, әрбіреуін талқылап өтемін. Егер сенсеңіз, Каспиге салуыңызға болады, тағы да сұрақтарыңыз болса, сұрауыңызға болады. Бізде ешнәрсе қорқатын ештеңе жоқ. Бірақ айналып келген кезде барлық мына өнімдерді пайдаланғанда ұқыптылық деген нәрсе болу керек. Жақ дегенде жақ, іш дегенде іш деген сияқты жағдайменен аяқтаймыз. Олар одан кейін. Бірақ ол жерде де біз егер определенный бір 20 негізі білсеңіздер, қазір 12.500-ден бастап тіркелуге болады. Бірақ енді өзір айтқан кезінде 12.500-ге біз бірдеңені беріп даже үлгірмейміз де, бірдеңенің результатын шығара алмаймыз да. Сол үшін көбінше мен 25.000 теңге деп айтам, 25.000 теңгеге қалаған өнімді 5%-бен алуыңызға болады деймін. Одан кейін 5%-ды да мен былай мотивировать етемін. Қалай 5%-бен бересіз десе, біз 5.000 асқаны бәріне 5%-бен бере береміз. Осы өнімді ала отырып, осы суммамен тіркелуіңізге болады дегенді біз айту міндеттіміз. Неге? Егер біз ақшаға қызығып оны беретін болсақ, олар ұзын құлақтан, ойбай, осымен тіркесең болатын еді. Ар жақтан тағы да 30%-ға өтетін кереметі бар еді дейтін болса, ол адам бізге ренжіп шығады. Апай, сол күні айтқаныңызда мен тіркелетін едім, осындай мүмкіндігі бар екен деген сияқты. Ар жақ қарап, бірақ тереңдеп, мыжып, оны мен қатыру керек емес. Тіркеліңізіңіз болады, 30%-ға өтетін мүмкіндік бар. Сіз всегда базада тұрасыз деп аяқтауға болады. Ал енді бетпе-бет, мен офиске келетін едім деген адамдар болатын болса, әрине біздер офистің расположениесін айтамыз. Ол кісі келеді, ол кісімен өткенде де айттым, мына сырттан келген адамдар бізді бірінші тыңдауға олар заинтересован емес. Олар ал жақта өзінің іші пысып, жаңа өзінің дертімен, или болмаса жаңағы өзінің бірдеңе айтқысы келіп, толқып, шалқып келеді. Сол үшін бірінші сөзді ол кісіге береміз біздер. Тыңдап тұр, не жағдай? Мен осындайға келген едім, балдарым иммунитеті түсіп кетті, шаршадым. Мына лекарстводан сонда ешқандай көмек көріп жатқан жоқпыз. Или болмаса кейін кезде мына дәрілерді берсек, балам құсатым болды, үстіне бір бірдеңелер шығатын болды деген сияқты. Өте дұрыс. Неше бала шағаңыз бар? 3-4 десе, какая заслуженная мама, молодец, ұқсамайсыз, жас көрінесіз деген осындай мақтау сөздермен өзіңізге тартуыңызға болады. Одан кейін тағы да сөйлесе, былай отыратын болса, оны біз міндетті түрде тыңдауымыз керек. Неге? Психологический жағдайда біз оның неге қызығатындығын, именно острый нужда, бірінші очередте не қызықтырып отыр? Балдардың иммунитетін көтерейін деп отыр ма? Или болмаса жаңағы өзінің басқа жақта бір ақауы бар ма? Или болмаса кейін кезде бір нервный болып, не за что күйеуіне придираться етіп, или балдарын ұрса береді ма? Или Аллаға шүкір барлығы жақсы. Енді білмеймін, енді бір көрдім Инстаграмадан, сондай бір саяхаттар бар екен, машина алуға мүмкіндік бар екен, зарплата, шегі жоқ деген нәрселерді көріп жатамыз дегендерді айтатын болса, сол кезде біз оның ұнатқан темасын ловить етеміз. Сөйтеміз де, сол теманы ар жақ қарап тереңдетіп айтамыз. Мынандай саяхаттар бар, сол кезде біз жаңағы уақытыңыз бар ма? Бар дейтін болса, саяхаттарды көрсетеміз деген сияқты. Или жаңадегі баласын десе, ойбай, иммунитетін былай көтерсеңіз болады, если настроениесі болмаса, былай мына өнімдерді беруіңізге болады. Ауыра берсе, мысалы үшін біздегі барлығы мынау жаңадегі синтетикасы жоқ, химиясы жоқ болғаннан кейін, балдар с удовольствием ішіп жейді деген сондай бір қолпаштап отыр, мақтап отыр, сондай адамның ішіне кіріп, сол адамды өзіңізге қаратуыңызға болады. Енді кейбіреулер айтады, осы жерде зарплатаның шегі жоқ деп айтады дейді. Шегі жоқ болғанда, мен өткенде де айттым. Егер ол адам 150 мың айлық алатын болса, біз оған где-то двухкратный порядкада 3 еселеп ары барса 4 еселеп айтсақ,
ол шындыққа келеді екен. Одан бергеннің бәрін олар қорқып кетеді екен, мүмкін емес деп. Сол үшін 150 алатындар, ой, сіз мына жерде ойнап жүріп, мынандай немеңіз біліміңізбенен, мынандай мүмкіндікпенен 500-600 мыңды былай алуыңызға болады десек, қалай деп олар өздері қызға бастайды. Если ол кісі мынандай вахтовыйда или более андай бір басқа 500 мыңды, 800 мыңды айлаға алатын болса, оған біз айтуымызға болады, ой, бай, 1,5 миллионға дейін алуыңызға болады деп. Енді бірден жаңағы Майра Омарова сияқтылар тікен, или Советбек тікеніне ұқсаған жаңағы 15 миллион аласын, 25 миллион аласын десе, ол адам шалқасынан түседі, қайтадан ол адамды біз жоғалтып та қалуымыз мүмкін, потому что олар оны мүмкін емес деп ойлайды. Сондай жұмысы. Енді оның барлығы айналып келгенде білімге байланысты, біз әрқашан өзіміздің үстімізде ізденуде болуымыз керек. Қазір байқасаңыздар, адамдар уже более образованный. Одан қалса шипицение, әрнеңені ұната бермейді. Біреулер шыжыңдап өзінің характерін көрсетіп келеді, бір міндеті барды, хотя өзіден келсе де, хотя соның бәріне бізде сабырлықпен сол адамды тыңдап, мүмкіндігі барынша сол адамды тыңдап осы системада қалдыруға. Енді осы системада біз қалдыра алсақ, әрине ертелі-кеш ол кісіден біз рахметін алып жатамыз. Біздің опытымыз арқылы. Енді барлығына уақыт керек. Көп мынау енді тағы да мейлі ол келді, жаңадан тіркелгеннен кейін жаңа әрине білім жеткіліксіз, бірден ешкім біліп туылған жоқ. Біз өзіміз де сондай системадан келсек, әр системаның өзі қыры-сыры бар. Бұл жерде енді айтатын болсақ, әрине бірінші жаңа айттым, біздің қалай жеткізуіміз, біздің қалай өзімізді тұтуымыз, ол кісіге өзіміздің ойымызды жеткізу, жаңа деген сияқты сондай технологиялармен жұмыс істеу керек. Енді осы жерде айтатын болсам, тағы да айтатыным, мен өткенде мынау Наполеон Хиллдің бір кітабын оқығам давно, 1-2 жыл алдым ба, 3 жыл алдым ба оқығам. Одан кейін тағы да бір кітаптарды оқыдық енді әрине. Енді осы Наполеон Хиллдің бір 2-ші томын мен жақында бір 3-4 ай болды алып оқып жатқаныма. Оны оқып көрейінші деп өткенде де бір соны көп көріп, бір листовать еткенде маған қатты ұнап қалған, сол кітапты қазір оқып отырмын. Сол жерде егер сол кітапты алатын болсаңыздар, соның 150-ші бетінде поражение деген сөз бар. Поражение. Енді поражение қараңыздар да, біздер енді поражение, например, проиграл деген нәрсе бар, орысшалап айтқанда, и поражение деген нәрсе бар. Проиграл, ол жеңілдім. Мысалы үшін былайша қарасақ, например, боксерлар бола ма, басқа бола ма, бір оғанда жеңілуі мүмкін, бір сөзбен жеңілуі мүмкін да. Ол жеңілу, бір сөзбен айтқанда. Мына поражение деген біздің өзіміздің сол жұмысты алып бару үшін внутренний технологияның жетіспегені. Даже мына арқаға қарайтын болсақ, барлығымыз мына 1-ші классқа бардық уақытында, сол кезде біздің үлгі дәптеріміз болатын, Даже мына әріпті жазатын болсақ, естеріңізге болатын болса, А әріпін жасатын болсақ, қалай бастаймыз? Төменнен жоғарыға қарап стрелкамен жүреміз бе? Или жоғарыдан төменге қарап жүреміз бе деген стрелкамен көрсетіп қоятын, сол әріпті қалай жазамыз? Дәл сол сияқты әр жұмыстың технологиясы бар. Даже сурет сағында да қайсыдан кейін қайсыны қолданамыз. Бірінші қаламенен сызамыз, оның өзінің фигурасын шығарамыз, одан кейін бояймыз деген сияқты, оның да өзінің внутренний технологиясы бар. Дәл сол сияқты біз сырттан поражение алмау үшін, өзіміздің осы жеңу үшін внутренний технологияны, жаңағы внутренний ішкі жұмыстарды өзімізге сіңдіруіміз керек. Ол не? Ол біз технология болғанда, біріншіден біз осы системада болған екен, біздің мақсатымыз нақты болу керек. Мақсатым менің не? Ол да технология мысалы үшін. Одан қалса білімді жетістіруіміз керек. Ол жерде пораженияда негізі 30 пунктті көрсеткен, мен енді оның бәрін былай езбелеп айтқым келіп отырған жоқ. Соның ішіндегі 1-2 мен пункттарын алдым, соны айтқым келіп отыр. Жаңа айтпақшы, анық мақсат, білімді жетістіру, кейін дисциплина болу керек. Біз постоянно айтамыз, келіңдер, мына жерге келіңдер деп. Оны біреулер бір басқаша түсінеді, ой, бара бергенде не істейміз? Ол деген сөз, бұл біздің осы жұмысқа тұрдым деп қабылдамағаны,
или өзінің мақсаты анық еместігі, одан қалса даже внутренне өзінің күшке сенбестігі, соның арқасында оны даже лишний раз келгісі келмейді. Бірақ келетін болса, күнде бір білім аламыз. Например, мен өзім прямой бірінші фронттағы сандуғаш бірінші келген кезінде айтқам. Сандуғаш мына жылда 165 күн болатын болса, 65 күнмен менің шатағым жоқ. Бірақ 30 күн келетін болсаң, сен күнінде бір нәрсе үйренсең де 300 нәрсе үйренеді екенсің. Сол үшін мүмкіндігі барынша сен жұмысқа тұрдың деп қабылдасаң, сен бар нәрсеге жетістікке жетесің деп айтқан. Одан кейін бұл жерде қайсарлық керек. Өткенде айттыға мына звонок. Қайта звондап, звондап. Бірақ звондағанда да оған да біздің біліміміз, технологиямыз керек. Қалайсың дегенде жақсымын емес. Былайша айтқан кезінде бір рет жақсымын дейді, екі рет қалайсың дейміз, ар жаққа қарап сөздің орнын таппаймыз, Сол үшін оның бір связка слов, бір немеге тартып, ойпырмай, мен ана жерге барған едім, осындай бір кереметті көріп қалдым, или болмаса есіңде ма, осындай неғып жүрген едім, осындай жұмысқа барып жүрген едім, былай ішіне кіріп баратсам өте тамаша екен, ойбай әдем болам десең де бар екен деген сияқты. Сондай әртүрлі тиіп қаш сөйлеу керек, бірақ настаивать етіп сөйлеу керек емес. Бірақ сол тиіп қашқанда да оның басында бір какой-то информация қалады, Міне сондай жасауымыз керек. Одан кейін мынау біздің тағы да поражениеге ұшырайтынымыздың бір пункті негатив. Кейбіреулер бастарына бір негатив қонып қалады да, жаңа жайсыз жағдай. Болды, содан шықпай қалады. Мен мына болмайды, анау айтса мына кетіп қалады, болмайды, әшейін далбаса, от басына сол нәрсе қонып қалды, Содан біз аулақ болуымыз керек негативтен. Одан кейін әрине шешім енді ол бірінші тұрған шешім. Мен осы системада табысты боламын, осыны мен ар жаққа жылжытамын, осының кереметіне мен сенемін деген өзінің твердый шешімі болу керек. Одан кейін жаңағыдай айтпақшы, шыдамдылық болған кезінде бұл әрқашан айтамыз, жай жүреді, бірақ келешегі өте мол. Оған үлкен шыдамдылық керек. Жаңа айтпақшы, өзіміздің үстінде ізденуіміз керек. Кейін мынау страх деген нәрсе бар, страхты жеңе білуіміз керек. Мен постоянно айтам, мен өзім опытым бойынша самоотражение. Мен өзіміз көреміз, айнаға қарасақ. Сол үшін мен постоянно көбінше айтам, даже сіз бір нәрсе сөйлесеңіз де, өзіңіз айнаға қарап сөйлесеңіз, қалай сөйлеп жатсыз, сіздің сөйлеу қабілетіңіз қалай тұр, сіз өзіңізді қалай ұстап жатсыз, қалай сөйлегенде әдемі күлесіз, қалай сөйлегенде өзіңізге тартасыз деген сияқты, сондай жағдайларменен өзіңізді самокритика, айнаға қарасаңыз, сіз барлық өзіңіздің движениеңізді, өзіңіздің кемшілігіңізді бәріңізді көре аласыз. Сарапке дауысыңыз естілмей қалды, микрофоныңызды қосыңызшы. Қосылды ма? Қосылды. Айта беріңіз. Міне біздер отказа алатын болсақ, көпшілік мына жаңадан келгенде түскендікке түсіп кетеді. Ойбай, мен айтқанды тыңдамайды, мен айтсам қосылмайды, мына болмайтын сияқты. Жоқ, отказ алатын болсақ, біз былайша айтқанда қуануымыз керек. Значит, ол кісіге біздің біліміміз жетпей отыр. Наоборот, өзіміздің үстінде шыңдалып, наоборот, өзіміздің ізденіп, қай жерде менің кемшілігім кетті деген сияқты біз шыңдала білуіміз керек. Мысалы үшін бізде де ондай болды. Бірінші осы системаға келген кезде жаңа Камшат бір жерге біреу шықса жүгіріп барады, ойлайды, ойбай, анау алатын болды, анау тіркелетін болды. И вдруг отказ. Отказ жылағандай болып, қойшы мына болмай ма, желпілдеп барсам, соры мынаны аған жоқ дейді да сол кезде. Значит, ол өзіміздің біліміміздің жетіспегені.
жетіспеген. Мен айтам, оның бәрі тіркеле беретін болса, оның бәрі сенің айтқаныңды істей беретін болса, екінің бірі миллионер болмай ма деймін да? Значит, сен жөндеп айта алмадың. Значит, сенің айтқаның ол қанағаттанған жоқ. Сол үшін отказдан қорықпауымыз керек. Біз қанша отказға алатын болсақ, біз сонша өзіміздің үстімізде ізденуіміз керек. Өздеріңіз білесіздер, мынау ненің шегі жоқ, білімнің шегі жоқ. Шегі жоқ. Енді тағы да айтатын жағдай, біз енді жаңағы холодный контакттан шыққан кезде, золда мына тіркесең анандай болады, одан кейін 30-ға өтесің, одан кейін 38-ге өтесің, одан кейін менеджер боласың, шетелге баруыңа болады, одан кейін мынандай статус болады. Осының бәрін айтудың қажет жоқ. Қажет жоқ, қысқа нұсқа. Иә, бұл қандай компания дегенсіз, бұл компанияны танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Иә, ондай болатын болса, 168 мемлекетке жұмыс істеп отыр. Ең кереметі бұл жерде 5 тетіге 5 химия. Тағы да айтатынымыз, әр өнімнің сертификаты бар. Сертификат деген өте үлкен сенім. Иә, бұл жерде зарплатаның шегі жоқ, ол үшін сіз мына жерге келуіңіз керек, өз немеңізден тыңдауыңыз керек деген сияқты тоқтатуымыз керек. Неге дегенде оны айтқан себебім, барлығын біріншіден айтқаныңызбен ол басына ұқпайды с одним разом. И екінші рет уже оны қайтадан тыңдағысы келмейді. Ол айтқан себебім, мына 9-шы мектепте менің бір партия мұғалімдерім істейді. Негізі осы Шымкент бойынша 13 мектептің мұғалімдерімен жұмыс істеймін. Сонда Лазат бір күн айтты, Зубайра апай, бізде мына 9-шы, 10-шы, 11-шы класстардың қыздарыменен бізде әжелермен кездесу деген сондай бір сабағымыз бар, жылына бір рет болатын. Бізде негізі ондайға біздер өзімізден шыққан заслуженный мұғалімдер шақырып отыратынбыз. Өкінішке орай, ол екі әжеде жоқ екен, сол үшін мен сізді естідім де, ойбай, современный әже деп сізді шақырып отырмын деп, сонда алдыма тағы да Гүлзат апа деген өзім прямой партнерім. Ол кісі уақытында бақшада істеген, екеуміз бардық. Сонда барған кезінде айтайын деп отқаным, жаңа қыздар ғой, қыздардың отырғандарын, жаңалегін жатқандарын, шаштарын жайылып жатқандарын, аяқтарын талтайып отырғандығы, даже керек болатын көкірегін жартысына дейін кофтасы ашықтығы, сондай жағдайда отыр. Бірінші Гүлзат апа сабағын бастаған кезінде. Маған кезек келген кезінде мен енді өзімді мақтамаймын, бірақ айттым, да қыздар, арулар, жаным менің, кішкене бір мезгіл өзімізге қараймыз, жиналамыз, мына шаштарымызды дұрыстап деген сияқты сотканы бір шетке қоямыз, ешкім ерігіп жүрген жоқ, бір мезгіл қараңдар деген сияқты неған кезінде қыздар жайлап жиналды. Бірақ енді өкінішке орай қазіргі мына көп жастар қыздарымыз последний мүмкіндікті, последний әдеміліктің өзін алып болған. Қастарын татуаж жасаған, еріндерін ісіртіп жатыр деген сияқты. Мен айтам, қыздарға айтам, қыздар, сендер самый әдемі қызсыңдар. Натура. Бірақ әр жастың өзінің әдемілігі бар. Сендер 60-тағы, 55-тегі кемпірлердің барлық пайдаланған мүмкіндігін пайдаланып қойдыңдар. Сонда ертең тұрмысқа шықсаңдар не керемет көрсетесіңдер, күйеуіңе не әдемілік көрсетесіңдер, жастарың келген кезде қалай сендер өзгересіңдер деген сияқты сондай темаларды айтқан кезде соңында қыздар айтты, иә, апай дұрыс айттыңыз, біз оны білмеппіз, енді мынаны істемейміз, қасымызды термейміз, татуаж қылмаймыз деген сияқты, сол сияқты айтайын деп отқаным, бірден кереметті көрсетудің қажеті жоқ. Поэтапны көрсететін болсақ, ойбай, ар жағында тағы да не бар екен, тағы да не бар екен деген сондай құлшыныш пайда болады. Өткенде зарплатаны айтқан еді, енді тағы да несі бар екен деген сияқты сондай жағдайлармен қызықтырып, поэтапны тартып отыруға болады. Міне, новичоктармен жұмыс істейтіндер осы. Мен өте қатты қуанамын осы системада отырғанымызға. Бірге болайық, Шымкенттің туын көтерейік. Сұрақтар болса тағында, сұрақтар берулеріңізге болады, егер уақыт бар. Мына